құстың қос қанатындаймыз. Жүрегімнің ең нәзік қылын дөп тауып шертер ақынның осы бір сөзі сенімен мәңгіге қоштасқалы ойымнан бір сейілмей қойды Майра. Бір қанаты қайрылған құсты құс деуге бола ма? Құс аты қалар, бірақ тіршілік көгіне самғай алмаса, бұрынғы өмір жырын биіктен шырқап, сол биіктен өзінің бақытты шаттығын сезіне алмаса, ол әншейін жан иесі емес пе? Тәңірім асылыққа жазбасын. Өзіңмен мәңгі қоштасқанымды бір жола мойындағалы бері осындай күйінсемді есіп тұла бойымды жаншып алды. Балапандарым бар ғой, олардың да балапандары бар. Демек екеуміздің ғұмырымызды солар жалғастырып кіндігімізді ұзартып жатыр. Жеке өмір өткінші болғанмен жалпы өмір өзені ағып жатыр. Тәубама келейін, бар ма, қанағат жоғыма салауат дейін. Бұл да менің күн сайын 100 қайталар қарапайым қағидам. Бірақ Майра, таңмен таласып тұрған соң тіршілік қамалданыш. Анау шаруа, мынау шаруа деп жүріп түнді байытқызасың. Жалғыздық кеш пен түннің серігі екен. Келер таңға дейін жаныңа келіп жайғасады. Кең төсегің тарылып, айналаңды беймаза ойғамайды. Балаларың да, тіпті немерелерің де сенің ұмыталмас, алайда жаныңда мәңгі жүрмейді атанаң деген өмірдің қатал заңы бар ғой. Өз тіршілік, өз қандары оларды да алдар қатар. Ал апам жазған да түні менің түнімнен ауыр болмаса, жеңіл болмас. Мен сыңар қанатымды жоқтасам, ол соған қоса менің де ертеңім үшін уайым жеп қос қанатын қатар улап дөңбек жүр. Сондай бір енді қараңғы бөлмеде жалғыз жатып, өзімнің рухыммен сырласатын болып алдым. Біреуден ілгері, біреуден кейін, бірақ соншалықты рахатты 35 күнге татымсыз болып өткен 35 жылғы жұптық өмірімізді ойша шарлап, небір ұмытылмас күндерді санамда жаңғыртатын болып алдым. Кей сәтте достармен өткізген қызық шақтарды еске алып, өзімнен өзім балаша мәз болар кезімде көп. Тіршілікте неге сөйтпедім екен дейтін әттеген айлы тұстары болса, қателікті бүгінгі күннің тұрғысынан мойындап, өкінер кездерім де аз емес. Дүниенің бәрі тәп-тәтті дәмінен, жап-жасыл жаратылыстан тұрса, тіршіліктің бәрінде тегі қуаныш пен бақыт тосып алса, онда сол тәттілік пен жақсылықтың, қуаныш пен бақыттың қадірін, қасиетін бағамдай алар ма едік? Бағамдай алмас едік. Тек жүріп өткен жолыңның қиыншылығы мен өкінішінен тәттілігі мен қуанышы мол болса, ол жол оң болмақ. Екеуміздің бірге жүріп өткен жолымыз оңынан болды. Қатар кешкен ғұмырымыз бақытты болды деп ойлаймын, Майра. Бүгінгі күні соншама жырақта қалғандай көрінер балалық шақтың өзіне айтылмай қалған бір сәті жоқ шығар. Елге барып, туған жерінің әр түкпірін аралаған кезімде де, ауылдан бала күнгі достардың біреу іздеп келген шақтарда да қайтадан бала болып кететіндей, қиында болса қызығы мол балғын кезді айта беретінмін. Қу соғыстың қазаққа да тізесі батқан шағына менің де балалық шағым дөп келді. Әр күні жылға пара-пар, қызығынан қиындығы, тоқтығынан аштығы мол болса да, бәрібір балалығым өкінішпен өтті дей алмаймын. 3-4 сыныптардағы кездің өзінде ақ ойынды қия алмай, ауыр жұмыстан еш жия алмай жүрсек те, оңды солдың жақсы жаманның не екенін тез аңғарып ерте есейдік. Қол диірменмен жүгері, бидай тартқан, қой қосақтап, май шайқаған, қозы бағып, қой қайырған, орақ орып, пішен шапқан, ең аяғы қауын ұрлап, қарын тойдырған балалықтың бал дәурен күндері еңбекпен сіңіріп, буыныңды ерте қатайтты. Егер өмірімді қолым бірдеңеге жеттім-ау деген қанағат сезімге берілсем, сахнада болсын, экранда болсын, жасаған образдарым, көрерменім, қалың қазағымның көңілінен шығып жатса, сол ерте есейткен жылдардың бодауы болар деп ойлаймын.